Сәлем достар, бұл Қазақ Storytime. Біз бастаймыз. Олар менің ұлыма зиян дегізді. Бірақ олар менің кім екенімді білмеді. Есеп беру уақыты келді. Алматы облысы Қаскелең маңы. 1996 жылдың қара күзі. 90-шы жылдардың ортасы қазақ даласына ауыр тиді. Кеңес одағы құлағаннан кейінгі аласапыран, жұмыссыздық, жарықтың жиі өшуі және ең қорқыныштысы елді жайлаған қылмыс әлемі. Заңның қауқары азайған, күштінің әлсіздігі езіп, ірекет деген ұғымның қалыпты жағдайға айналған кезі еді. Осы бір сұрқай мезгілде Алматы іргесіндегі шағын ауылда Зере әжей тұратын. Жасы 70-тен асқан, жүзінде уақыттың табы мен қиыншылықтың ізі қалған, бірақ еңсесін тік ұстайтын кейуана еді. Көршілері оны момын, діндар, бау-бақшасымен әуре болып жүретін қарапайым әжей деп білетін. Оның өткен өмірі туралы ешкім көп сұрамайтын, өзі де тіс жарып айтпайтын. Тек жеңіс күнде кеудесіне 1-2 медалін тағып, үнсіз еске алатыны болмаса, оның кім болғанын ауылдастары білмейтін. Зеренің жалғыз ұлы Ержан бар еді. 35-тегі денелі, еңбекқор жігіт. Әйелі қайтыс болып, анасы екеуі ғана қалған. Ержан нағыз ер азамат болатын. Ол сол кездегі қиындыққа қарамастан ескі Жигулиін сатып, аудан орталығынан шағын автобөлшектер дүкенін ашқан. Апа, сәл шыдаңыз, бизнесім жүріп кетсе, үйді жөндейміз, сізді шипажайға жіберемін деп анасын маңдайынан иіскейтін. Бірақ сол заманда адал еңбекпен нан табу қасқырлардың арасында қой баққанмен бірдей еді. Оқиға қараша айының суық бір кешінде басталды. Ержан дүкенін жауып, есебін шығарып отырған. Кенет есік дөрекі түрде ашылып, ішке былғары күртеше киген, шаштарын тақырлап алған 3 жігіт кіріп келді. Олардың түрлерінен ақ адамгершіліктің ауылы алыс екені көрініп тұр еді. Ортасындағы бөрі лақап атымен белгілі ауданды уысында ұстап тұрған қылмыстық топтың серкесі Берік болатын. Ержан, бауырым деді, Берік мысқылдай күліп сағыз шайнап тұрып. Біз сені күтіп шаршадық. Кіріша үшін төлейтін уақыт болды. Өткен жолы ескерттік қой. Ержан орнынан тұрды. Ол қорқақ жігіт емес еді. Жігіттер, мен сіздерге айттым ғой. Тапқаным өзімнен артылмайды. Мен ешкімнің алдында қарыз емеспін. Заң бар, үкімет бар. Берік қарқылдап күлді. Оның күлкісі бос дүкеннің ішінде жаңғырып кетті. Заң, үкімет. Қазір заң мына біз. Үкімет мына менің жұдырығым. Сен не, бізге қарсы шықпақсың ба? Ержан артқа шегінбеді. Мен адал еңбегімді сендер сияқты қан сорғыштарға бермеймін. Шығыңдар дүкеннен. Бұл сөз отқа май құйғандай болды. Берік иегімен ым қақты. Екі жақтағы нөкерлері Ержанға тап берді. Төбелес ұзаққа созылмады. Ержан қанша мықты болса да, қарулы әрі дайындықпен келген 3 қаншерге шамасы жетпеді. Олар оны аяусыз тепкіледі. Дүкеннің ішін талқандап, кассадағы ақшаны сыпырып алды. Ең соңында Берік қанжоса болып жатқан Ержанның үстіне еңкейіп, бұл саған сабақ болсын. Келесі жолы ақша дайын болмаса, үйіңді өртейміз. Шешеңді ойла деді де, Ержанның басынан ауыр етігімен теуіп қалды. Бандиттер кетіп қалды. Ержан есінен танып жатты. Зере әжей сол түні ұйықтай алмады. Ана жүрегі бір жамандықты сезгендей, кеудесі қысылып, мазасыздана берді. Түн жарымында қақпасы қатты қағылды. Жүгіріп шықса, көршісі Самат екен, түрі өрт сөндіргендей. Апа, апатай, Ержан. Ержанды ауруханаға алып кетті. Дүкенін тонап кетіпті. Зере әжейдің аяғынан жан кеткендей болды, бірақ ол құлаған жоқ. Соғыс көрген адамның қайраты осындай сәтте сыр бермейді. Ол дірілдеген қолымен орамалын түзетіп Саматтың көлігіне отырды. Аудандық аурухананың дәлізі суық әрі қараңғы еді. Дәрігерлер ұзақ уақыт үнсіз жүрді. Ақыры ақ халатты егде дәрігер шығып басын шайқады. Кешіріңіз, апа. Қолдан келгеннің бәрін жасадық. Бас сүйегі қатты зақымданған. Ішкі ағзалары. Ол есін жимастан кетіп қалды. Зере әжей сол сәтте айқайлап жылаған жоқ. Ол тас мүсінге айналғандай қатып қалды. Тек көзіне мөлдір жас барлай берді.
Жалғыз тірегі, жалғыз үміті, өмірінің мәні Ержаны енді жоқ. Бандиттер оны өлтірді. Жай ғана ақша үшін. Жерлеу рәсімі ауыр өтті. Ауыл адамдары күңіреніп тұрды. Ержанның денесі жер қойнына тапсырылғанда Зере әжей топырақты ұстап тұрып, құлыным, сені қорғап қала алмадым деп сыбырлады. Жетісі өткен соң Зере әжей аудандық полиция бөлімшесіне барды. Тергеуші жас жігіт екен, үстелі қағазға толы, өзі шаршаңқы. Апа, арызыңызды қабылдадық. Бірақ, деп күмілжіді тергеуші. Не бірақ? Қанішерлер тайраңдап жүр ғой. Бүкіл ауыл біледі олардың кім екенін. Берік қой, сол бөрі. Неге ұстамайсыңдар? Дәлел жоқ, апа. Ешкім куәлік беруге келіспейді. Барлығы қорқады. Олар ұйымдасқан қылмыстық топ. Біздің де қолымыз байлаулы. Қазір заман қиын. Зере әжей тергеушінің көзіне тіке қарады. Ол көздерден тергеуші жасқанғандай болды. Бұл қарапайым кемпірдің көзі емес еді. Бұл өлімді көрген, ажалмен бетпе-бет келген адамның суық назары болатын. Демек, заң жоқ дейсің ғой, деді Зере ақырын ғана. Мен олай дегем жоқ, бірақ істі жабуға тура келеді. Зере әжей үндеместен орнынан тұрды. Ол енді ешкімге, ештеңеге сенбейтінін түсінді. Егер мемлекет оның ұлын қорғай алмаса, егер заң әлсіз болса, онда әділдікті өзі орнатуы керек. Үйіне келген соң Зере әжей есік терезені жапты. Үй іші тым-тырыс. Тек қабырғадағы сағаттың тықылдаған дауысы ғана естіледі. Ол жатын бөлмесіне кіріп, ескі ауыр сандықтың аузын ашты. Сандықтың түбінде, көрпе жастықтың астында ескі, бірақ мұқият сақталған жасыл әскери сөмке, вешмешок жатқан еді. Ол сөмкені алып үстел үстіне қойды. Ішінен алдымен сарғайған фотосуреттер шықты. 1944 жыл. Белоруссия ормандары. Суретте қолына снайперлік винтовка ұстаған, қысқа шашты, жап-жас қазақ қызы тұр. Көздері оттай жанып тұр. Ол кезде оны ешкім Зере апа демейтін. Ол кезде оның лақап аты Қарақат Черная Смородина еді. Неміс офицерлерінің зәре құтын қашырған, үшші Беларусь майданның ең үздік мергендерінің бірі. Содан кейін ол қызыл матаға оралған қызыл жұлдыз орденін, ерлігі үшін медалін және ескі байланған шүберекке оралған затты алды. Бұл соғыстан қайтқанда өзімен бірге жасырын алып қалған, майдан даласында талай рет өмірін құтқарған фин пышағы және тапаншасы еді. Патрондары да майланған қағазға ораулы күйінде сақталыпты. Зере әжей тапаншаны қолына алды. 50 жыл өтсе де қолдары ұмытпапты. Ауырлығы, салқын темірі бәрі таныс. Ол тапаншаны бұзып тетіктерін тексерді. Механизм сағаттай жұмыс істеп тұр. Айнаға қарады. Қарсы алдында бүкшейген кемпір емес, көзінде кектің оты жанған, тіс қаққан жауынгер тұрғандай болды. Берік және оның бандиттері қатты қателесті. Олар жай ғана қорғансыз жігітті өлтірдік, артында жоқтаушысы жоқ кемпір қалды деп ойлады. Олар 1945 жылы Берлинге дейін барған, жүздеген фашистің көзін жойған, барлаушылар мектебін өткен сұрмергеннің ұлына қол көтергендерін білмеді. Зере әжей тапаншаны қайта жинады. Ержаным, құлыным деп сыбырлады ол суретке қарап. Сені заң қорғай алмады. Бірақ анаң сенің кегіңді жерде қалдырмайды. Олар тозақтың не екенін енді көреді. Ол ескі дәптерді алды. Бірінші бетіне үлкен әріптермен жазды. Операция. Кек. Содан кейін астына тізім жасай бастады. Берік бөрі, басшы. Қанат, солақай, оң қолы. Ермек тіссіз, орындаушы. Бұл тізімдегі адамдардың ешқайсысы тірі қалмауға тиіс еді. Бірақ Зере оларды жай ғана атып тастамайды. Жоқ, ол оларды қорқыныштан қалтыратып, жасаған қылмыстар үшін өкіндіріп барып, жер жастандырады. Соғыс ардагерінің соңғы жорығы басталды, Алматы облысы. 1996 жылдың қарашасы. Оқиғадан кейінгі 10 күн. Ержанның өлімінен кейін 10 күн өтті. Ауыл тұрғындары Зере әжейді қайғыдан есін жоғалтып, төсек тартып жатып қалды деп ойлаған. Шынында да көршілері оның үйінен шықпайтынын,
терезелерінің пердесі күндіз түні жабық тұратынын байқайтын. Алайда олар перденің арғы жағында не болып жатқанын білмеді. Ал перденің арғы жағында соғыс жүріп жатқанда еді. Зере әжей ескі әскери карталарды ауданның сызбасын үстелге жайып қойған. Оның қолында дүрбі, бинокль және кішкентай қойын дәптер бар еді. Ол енді жылаған жоқ. Көз жасы құрғаған. Оның орнын мұздай суық есеп пен темірдей тәртіп басты. 1944 жылы Белорус майданында оған командирі жақсы мерген, мылтықты жақсататын адам емес, жақсы мерген күтуді білетін адам деп үйреткен болатын. Зере күтуді білетін. Базардағы бейкүнә әжей. Таңғы сағат 08:00. Аудан орталығындағы базар қайнап жатыр. Қытайдың ала сөмкелерін арқалаған саудагерлер айқай-шу, ығы-жығы халық. 90 жылдардың базары өмірдің нағыз қайнаған қазаны, қылмыс әлемінің азық табатын жері еді. Осы көпшіліктің арасында ескі сұр пальто киген, басына ақ орамал таққан, қолына таяқ ұстаған бүкшеген кемпір жүрді. Ол бір шетте отырып қолдан тоқылған жүн шұлықтар мен құрт сатып отырған кейуанаға ұқсайтын. Ешкім оған назар аудармады. Тіпті жанынан өткен милиция қызметкерлері де бұрылып қарамады. Бұл Зеренің ең басты артықшылығы еді. Кәрілік оның камуфляжы болатын. Сағат 10:00 шамасында базардың қақпасынан қара түсті, дымы және 2 лада көлігі кіріп келді. Ішінен былғары күртеше киген, алқымдары жуан жігіттер түсті. Ортасында берік бөрі. Оның жүрісінде паңдық, өзіне деген шексіз сенімділік бар. Зере оларды байқамағандай шұлығын тоқып отыра берді. Бірақ орамалдың астындағы өткір көздері әрбір қимылды бақылап отырған еді. Сауда қалай, тәте? Деді Беріктің оң қолы қанат, солақай ет сататын жуан қасапшыға. Қасапшы дірілдеп, майлы қолымен алжапқышын сүртті. Шүкір, Қанатжан. Міне, бүгінгі үлес деп ол бір буда ақша ұсынды. Аз ғой, деп ақырды Қанат, ертең екі еселейсің. Әйтпесе сөреңді төңкеріп тастаймыз. Бандиттер әрі қарай жылжыды. Зере олардың әрбірін зерттеді. Берік бөрі, сақ, үнемі ортада жүреді. Қаруы бар екені күртешесінің астынан білініп тұр. Оған жақындау қиын. Қанат, солақай қатыгез, бірақ ақылсыз. Күшке сенеді. Ермек, тіссіз, топтың ең төменгі сатысындағы мүшесі. Жүргізуші және орындаушы. Ол үнемі жан-жағына алақтап темекі шеге береді. Зере дәптеріне белгі соқты, нысана бір Ермек. Ол топтың ең әлсіз буыны еді. Оны алып тастаса қалғандарының жүрегіне қорқыныш ұялайды. Түнгі аңшылық. Ермектің әдеті жаман еді. Ол жұмыстан кейін ауыл шетіндегі ескі сәуле кафесіне барып арақ ішетін. Жалғыз қайтатын. Зере бұны 3 күн бойы бақылады. 3 күн бойы ол кешкісін сол маңайдағы бұталардың арасында, ескі ғимараттардың шатырында жатып, оның жүретін жолын жаттады. 4-ші түн. Ауа райы бұзылып, қар аралас жаңбыр жауды. Бұл барлаушы үшін тамаша ауа райы. Иттер үрмейді, дыбысы естілмейді, із қалмайды. Зере әжей ескі сандығынан соғыс кезінде киген, күйе түскен қалың жамылғысын мас халатқа ұқсас алып үстіне киді. Аяғына дыбыс шығармайтын киіз байпақ киді. Белінде фин пышағы. Қолында тапаншасы. Бірақ ол бүгін тапаншаны қолданғысы келмеді. Оқ дыбысы бүкіл ауылды оятуы мүмкін. Ол Ермектің үйіне баратын жалғыз аяқ жолдың бойындағы қараңғы тұйықта күтіп тұрды. Бұл жерде электр жарығы жоқ еді. Сағат түнгі 01:30. Ермек кафеден шықты. Теңселіп келеді. Ыңылдап ән айтып темекісін тұтатты. Ол өзінің соңғы метрінде келе жатқанын сезген жоқ. Зере қараңғылықпен біте қайнасып кеткен. Оның демалысы баяу, жүрек соғысы бір қалыпты. Соғыс кезінде ол неміс снайперлермен тәулік бойы қозғалмай жататын. Мас бандитті күту оған түк емес еді. Ермек тұйыққа кіргенде Зере көлеңкеден шықты. Ол дыбыссыз, елес сияқты қозғалды. Ержанның сәлемін ал деді ол сыбырлап. Бұл дауыс желдің гуілінен де суық естілді. Ермек бұрылып үлгермеді. Зере қолындағы ауыр темір құбырмен
Ол тапаншаны емес, қолдан жасалған шоқпарды таңдаған еді, оның тізесінің артынан ұрды. Ермек ах деп тізерлеп құлады. Екінші соққы желкесінен тиді. Ол есінен танып қалды. Бұл өлтіру емес еді. Әзірге емес. Зере оны сүйреп ескі қораның ішіне кіргізді. Ол ермекті байлап тастады. Ермек есін жиғанда қараңғыда тек шамның әлсіз жарығын және қарсы алдында отырған әжейді көрді. Әжей қолындағы пышақты қайрап отыр еді. Пышақтың қыш-қыш еткен дыбысы ермектің төбе шашын тік тұрғызды. Апа, сен кімсің? Жібер мені. Бөріні білесің бе? Ол сені жермен жексен етеді. Деп айқайлады ермек, Зере пышақты қайрауын тоқтатты. Оның жүзінде ешқандай эмоция жоқ. Бөрі сені құтқармайды, балам. Сендер менің ұлымды өлтірдіңдер. Еш себепсіз. Қорғансыз еді. Мен емес. Мен тепкен жоқпын. Ол берік қой. Деп ермек жалына бастады. Қорқақтардың әдеті осы. Күші кеткенде бірден сатып кетеді. Зере орнынан тұрды. Сен Ержанды тептің? Мен көрдім, бұл өтірік еді, бірақ психологиялық шабуыл. Сенің аяғын қылмыс жасады. Зере оны өлтірмеді. Ол ермектің оң аяғының сіңірін пышақпен қиып тастады. Бұл кәсіби, ауыр, бірақ өлімші емес жарақат еді. Және ол ермектің маңдайына ерін далабымен, помадамен емес, құрым киізді күйдіріп күйесімен бір таңба салды. Жұлдызша снайпердің нысанасы. Бұл хабарлама. Берікке айт. Аңшы келді. Таңертеңгі дүрбелең. Ертеңіне таңертең ермекті ауыл шетінен тапты. Ол тірі, бірақ есі кіресілі шығасылы. Аяғы жараланған, маңдайында қара таңба. Ол елес. Кемпір. Елес деп сандырақтай берді. Берік ауруханаға келді. Ол ашулы еді. Кім істеді? Қандай кемпір? Сен не, мас болып жығылып елес көрдің бе? Жоқ, бөке. Ол Ержанның шешесі. Ол жымпері сияқты деп жылады ермек, берік қарқылдап күлді. Ержанның шешесі дейсің бе? Анау 70-тегі Зере кемпір ме? Сенің миың ашып кетіпті ғой. Біреу бізді қорқытқысы келеді. Бәсекелестер шығар. Қалалықтар немесе шешендер. Берік сенбеді. Ол бұл істің артында қарапайым қазақ кемпірі тұрғанына сене алмады. Және бұл оның ең үлкен қателігі болды. Екінші нысана. Зере үйінде отырып Құран оқыды. Ол ермекті аяды ма? Жоқ, ол тек бастамасы еді. Ендігі кезек Қанатта, солақай. Қанат қатыгез. Оны қорқыту қиын. Оны жою керек. Бірақ Қанат сақ. Ол үнемі көлікпен жүреді. Зере ескі сандығының түбінен тағы бір затты іздеді. Соғыстан қалған, шүберекке оралған кішкентай трофей. Немістің кішкентай минасы емес, бірақ қолдан жарылғыш зат жасауға болатын дәрілер мен сымдар. Зере соғыста тек атуды емес, мина қоюды да үйренген еді. 1943 жылы партизандар отрядында болған кезін еске алды. Ол Қанаттың көлігін жаруды жоспарлады ма? Жоқ, бұл тым шулы. Бейкүнә адамдар зардап шегуі мүмкін. Зере басқа жол таңдады. Қанаттың әлсіз жері әйелдер еді. Ол аудан орталығындағы моншаға жиі баратын. Зере келесі түні моншаның шатырына шықты. Қолында тимес, ескі аңшы мылтығы марқұм күйеуінен қалған. Бірақ оның оңғысын кесіп обрез жасап алған еді. Бұл жолы ол жақыннан емес, алыстан, шатырдан әрекет етеді. Қала үстінде тұман түсті. 90 жылдардың қараңғы түні тағы да өз құпиясын жасырып тұр. Бөрінің ұйығына қауіп төнді. Бірақ олар қауіптің қайдан келе жатқанын әлі де түсінбеді. Кек алушы көлеңке сияқты. Ол дыбыссыз. Ол мейірімсіз. Және ол енді ғана бастады. Алматы облысы Қаскелең ауданы. Желтоқсанның басы. 1996 жыл. Ауа райы бұзылып күн суыта бастады. Алғашқы қар жауып, артынша еріп жер батпаққа айналды. Мұндай күндері адамдар үйінен шыққысы келмейтін. Бірақ бөрі тобының мазасы қашқалы қашан. Ермектің тіссіз басынан өткен жағдай бүкіл қылмыс әлеміне тарап кетті.
оның аяғының сіңірін қырқып, маңдайына снайпердің нысанасын күйдіріп салған жұмбақ кемпір туралы қауесет желді есті. Біреулер мұны бақсы балгердің қарғысы десе, енді біреулер басқа топтың жалдамалы жендеті деп жорыды. Бірақ ешкім 70-тен асқан Зере әжейді күдіктенбеді. Берік бөрі ашудан жарылайын деп жүр. Ол өзінің беделінің түсіп бара жатқанын сезді. Табыңдар маған сол елесті, деп ақырды ол Қанатқа солақай. Егер бізді біреу мазақ қылып жүрсе, оны тірідей көмемін. Моншадағы қақпан. Қанат солақай қорқақ емес еді. Ол күшті, қатыгез, бірақ тым өзімшіл болатын. Ол елес туралы әңгімеге сенбеді. Бөке, бұл ермектің мас қиялы ғой. Біреу оны сабап кеткен, ол қорқып, кемпір көрдім деп сандырақтады. Мен бүгін моншаға барып қыздармен демаламын. Ешкім маған тиісе алмайды, деді ол менменсіп. Аудан шетіндегі ескі қоғамдық моншаны бандиттер кешкісін жауып тастап, өздерінің жеке ордасына айналдыратын. Ол жерде ішімдік, қыздар, карта ойыны бәрі болатын. Зере әжей бұл жерді жақсы білетін. Себебі соғыстан кейін 50-ші жылдары осы моншаның құрылысында сылақшы болып жұмыс істеген. Ол моншаның желдеткіш жүйесін, вентиляция, шатырын және артқы жағындағы ескі қазандықтың котельный орналасуын 5 саусағындай білетін. Түн сағат 23:00. Моншаның алдында Қанаттың қара мерседесі және 2 оққағарының көлігі тұр. Іштен музыканың гүрілі, әйелдердің күлкісі естіледі. Зере моншаның артқы жағындағы қараңғы бұрыштан келді. Ол үстіне қара плащ киген, аяғында жұмсақ етік. Қолында үлкен сөмке. Сөмкенің ішінде сюрприз бар еді. Бұл жолы ол мылтық қолданбады. Ол басқа тәсілді таңдады. 1943 жылы партизандар неміс штабын түтінмен тұншықтырып сыртқа шығарған еді. Зере сол әдісті есіне түсірді. Ол ескі қазандықтың мұржасына труба шықты. Бұл қиын еді. 70-тегі кемпір үшін биікке өрмелеу оңай емес. Бірақ кектің күші оған жас күндегі ептілікті бергендей болды. Мұржаның аузына ол қолдан жасалған қоспаны тастады. Бұл қоспа күкірт, ескі резеңке және бұрыш ұнтағының қосындысы еді. Ол тұтанғанда адам төзгісіз, көзді аштатын, демді тарылтатын қою, сасық түтін шығаратын. Тұман арасындағы үрей. Бірнеше минуттан соң моншаның ішін қою, улы түтін басты. Іштегілер жөтеліп, көздері жасаурап дүрбелеңге түсті. Өртеніп жатырмыз, деген айқай естілді. Қанат жалаңаш күйінде беліне сүлгі орап сыртқа атып шықты. Оның артынан қыздар мен оққағарлары жүгіріп шықты. Барлығы жөтеліп, көздерін уқалап әлек. Сыртта қар аралас жаңбыр жауып тұрған. Қараңғы Қанат көлігіне қарай жүгірді. Кім істеді? Қайдасыңдар? Деп айқайлады ол қараңғылыққа. Дәл сол сәтте шатырдың үстінен суық дауысы естілді. Ержанды ұмыттың ба, солақай? Қанат жоғары қарады. Шатырдың қырынан найзағай жарқ еткендей бірдеңе жылт етті. Бұл Зеренің қолындағы обрез еді. Бірақ ол атпады. Ол тек Қанаттың көлігінің дөңгелегін көздеді. Гүрс! Оқ көліктің алдыңғы дөңгелегін жарып жіберді. Қанат қорыққаннан жерге жата қалды. Оқ қағарлары табаншаларын алып, шатырға қарай бей-берекет оқ жаудырды. Ат анау жерге. Зере әжей оқ жауған кезде ескі желдеткіш шахтасы арқылы төмен сырғып түсіп, моншаның артқы жағындағы орманға сіңіп үлгерген еді. Ол кетер алдында Қанаттың көлігінің капотына қан мен малды сойғанда алып қалған қан үлкен етіп 2 санын жазып кеткен болатын. Яғни екінші нысана. Милицияның араласуы. Ертесіне таңертең аудандық милиция бөлімшесі ушу болды. Қанат арыз жазбады. Бандиттер милицияға жүгінбейді. Бірақ моншадағы атыс, өрт туралы хабар бүкіл ауданға тарады. Тергеуші Ержанның ісін жапқан жігіт оқиға орнына келді. Ол капоттағы 2 санын және жердегі іздерді көрді. Бұл кәсіпқойдың ісі, деді ол сыбырлап. Түтін бомбасы, дыбыссыз кету, психологиялық қысым.
Бұл қарапайым бұзақылық емес. Біреу бөрінің тобын жүйелі түрде жойып жатыр. Тергеуші архивті ақтара бастады. Ержанның ісін қайта қарады. Оның анасы Зере туралы мәлімет іздеді. Ол әскери комиссариатқа сұрау салды. Келген жауап оны таң қалдырды. Зере Қасымқызы 1924 жылы туған. 1942 жылы өз еркімен майданға аттанған. 3-ші Беларусь майданның атқыштар дивизиясы. Снайпер ерлігі үшін Қызыл жұлдыз ордендерінің иегері. 1944 жылы жараланып елге қайтқан. Ерекше қабілеттері камуфляж, жарылғыш заттар, қоян-қолтық ұрыс. Тергеушінің қолындағы қағаз дірілдеп кетті. Құдай-ау, деді ол. Біз кіммен ойнап отырмыз? Бұл кемпір емес, бұл соғыс машинасы. Ескі дос. Зере әжей үйіне келгенде, оны есік алдында біреу күтіп отыр еді. Бұл қартбай ақсақал. Ол да соғыс ардагері, барлаушы болған, қазір ауылдың сыйлы қариясы. Бір аяғы протез, қолында таяғы бар. Зере оны көріп сәл кідірді. Келдің бе, Зереш? Деді қартбай жөткірініп. Түнімен монша жақта от жағып жүрген кім екен десем. Сен екенсің ғой. Зере үндемеді. Есікті ашып ішке кіргізді. Сен мені тоқтата алмайсың, қартбай, деді Зере шайын қойып жатып. Олар менің ержанымды өлтірді. Білемін, деді қартбай мұңайып. Мен сені тоқтатуға келген жоқпын. Мен саған көмектесуге келдім. Көмек? Сен бе? Аяғым бе? Аяғым жоқ болса да ақылым бар, деді қартбай жымиып. Және менде ескі москвич бар. Саған көлік керек қой. Жаяу жүруге жасымыз келді. Әрі менің үйімде ескі қоймада трофейный олжа неміс гранатасы жатыр. Керек болар. Екі қарт жауынгер үнсіз бір-біріне қарады. Олардың көздерінде 1945 жылдың оты қайта жанғандай болды. Рахмет, қартбай, деді Зере, бірақ бұл қауіпті. Қауіп? Біз Сталинградты көргенбіз. Зере, мына кешегі туған күшіктерден қорқамыз ба? Беріктің үрейі. Бөрі Берік өз кеңсесінде ескі универмагтың ғимаратында отырды. Ол қанатқа айқайлап жатты. Сендер маған масқара болдыңдар. Бір кемпірме, елеспе, түсініксіз біреу біздің үстімізден күліп жүр. Елдің бәрі бөрінің тобы моншада жалаңаш қашыпты деп әңгіме қып жүр. Бөке, ол адам емес, деді қанат дірілдеп. Оқ тимейді. Түтіннен пайда болып түтінге сіңіп кетеді. Және екі санын жазып кетті. Келесісі менмін. Берік үстелді ұрды. Егер ол Ержанның шешесі болса, бүгін түнде оның үйін өртейміз. Бәрін бітіреміз. Бірақ ол соғыс ардагері ғой, деп күмілжіді жас оққағарлардың бірі. Маған бәрібір, деп ақырды Берік, бүгін түнде оның күлін көкке ұшырамыз. Берік білмеді, оның жоспарын Зере мен қартбай алдын ала болжап қойған еді. Қарт барлаушылар жаудың келесі қадамын шахматшы сияқты есептеп отырған. Түн Зеренің үйі бос. Ол және қартбай үйдің қарсы бетіндегі ескі диірменнің шатырында жатыр. Қартбайдың қолында дүрбі, Зеренің қолында молотов коктейлі, бензин құйылған шөлмектер. Олар қонақтарды күтіп отыр. Бұл түн шешуші түн болмақ. Алматы облысы. Зере әжейдің үйі маңы. Түн ортасы. Айсыз қараңғы түн. Ауыл ұйқыда, бірақ ауада қорқынышты тыныштық бар. Зере әжейдің шағын ағаш үйі қараңғылықта үнсіз тұр. Терезелерінде жарық жоқ. Үйдің қақпасына қарай баяу жылжыған қара Нива және 2 Жигули тоқтады. Көліктен Қанат, Солақай және 5-6 қарулы жігіт түсті. Қолдарында бензин құйылған канистрлер мен арматура кесектері. Бөке, Берік айтты ғой, үйді өртейміз, деді Қанат сыбырлап. Кемпір ішінде болу керек. Егер қашып шықса, ұстап аламыз. Олар қақпадан секіріп түсті. Есікті бұзбастан терезелерге бензин шаша бастады. Қанат темекісін тұтатып терезеге лақтырды. Лап, жалын бірден көтерілді. Құрғақ ағаш үй тез тұтанды. От лаулап қараңғы түнді жарық етті. Бандиттер күліп үйдің екінші жағын торуылдады. Кемпірдің айқайлап шыққанын күтті.
Бірақ үй ішінен ешқандай дыбыс шықпады. Айқай жоқ, жүгірген адам жоқ. Тек жалынның гуілі мен ағаштың сытырлап жанғаны ғана естіледі. Неге шықпайды? Деді Қанат мазасызданып. Өртеніп кетті ме? Мүмкін емес, түтіннен тұншығып есікке ұмтылуы керек еді ғой, деді оқ қағарлардың бірі. Қартбай мен Зеренің тұзағы. Үйдің қарсы бетіндегі ескі жел диірменінің шатырында жатқан Зере мен Қартбай бәрін көріп жатқан еді. Зеренің жүрегі ауырып кетті. Бұл үй Ержан екеуінің мекені, өткен өмірінің куәсі еді. Бірақ ол мұны күткен. Үй бос болатын. Ішіндегі бағалы заттар мен құжаттарды Қартбайдың жертөлесіне тасып қойған. Бастайық па, Зереш? Деді Қартбай ескі піпіш автоматын. Ол мұны да соғыстан сақтап қалған еді, ыңғайлап. Жоқ, Қартбай. Автоматты қолдансақ, милиция келеді. Біз оларды басқаша жазалаймыз. Анау бөшкелерді көрдің бе? Зере үйінің ауласына, қақпаның жанына алдын ала екі үлкен темір бөшке қойған еді. Ішіне су емес, ескі май, отработка және бензин құйылған. Және ол бөшкелердің түбіне кішкентай, қолдан жасалған пиротехникалық тұтандырғыш, білте, жалған. Сымы диірменге дейін тартылған. Бандиттер үйдің жанына жиналып таңырқап тұрған сәт. Зере сымды қосты. Гүрс. Бөшкелер жарылып, ішіндегі жанып тұрған май жан-жаққа шашырады. Бұл нағыз отты жаңбыр еді. Бандиттердің үстіне жанып тұрған сұйықтық төгілді. Олар айқайлап жан-жаққа қашты. Қанаттың киіміне от тиді. Ол жерге жатып аунады. Көмектесіңдер. Өш! Деп бақырды ол. Бұл сәтте Қартбай мен Зере диірменнен түсіп қараңғы бақшаның ішіне сіңіп кетті. Зере кетер алдында Қартбайға: Қанат қазір су іздейді. Құдыққа барады. Сен сол жақты бақыла, деді. Солақайдың ажалы. Қанат киімін әрең сөндіріп, күйген терісінің ауырғанына қарамастан су іздеп жүгірді. Ауланың түбінде ескі құдық бар еді. Ол құдыққа еңкейіп шелекті түсірмек болды. Дәл сол кезде қараңғылықтан суық қол созылды. Зере оны күтіп тұрған. Су ішкің келді ме, Солақай? Деді ол. Қанат селт етіп артына бұрылды. Оның көзі үрейден шарасынан шыға жаздады. Жанып жатқан үйдің жарығында Зеренің түрі қорқынышты көрінді. Бетіне күйе жаққан, қолында жылтыраған фин пышағы. Сен өлген жоқсың ба? Деді Қанат шегініп. Менің ұлым Ержан өлді. Мен өлген жоқпын. Мен сенің ажалыңмын. Қанат тапаншасын суырмақ болды. Бірақ Зере шапшаң қимылдады. Ол 1944 жылғы қолма-қол ұрыс, рукопашный бой әдісін қолданды. Қанаттың қолын қағып жіберіп, оны құдықтың ернеуіне итерді. Қанат тепе-теңдігін жоғалтып артқа қарай құлады. Ол құдықтың ішіне түсіп кетті. Құдық терең еді, бірақ түбінде су аз, тас көп болатын. Төменнен гүрсілдеген дыбыс және Қанаттың ыңырсыған дауысы естілді. Зере құдыққа үңілді. Ержанның қаны сенің мойныңда. Ол жерден сені ешкім шығармайды, деді де құдықтың аузын ауыр темір қақпақпен жауып үстіне құлып салды. Оқиға орнынан кету. Оқ қағарлар бастарын жоғалтып дүрбелеңге түсті. Бірі жанып жатқан үйді сөндірмек болады, бірі Қанатты іздейді. Қанат қайда? Бүкеге не дейміз? Деп айқайлады біреуі. Кеттік бұл жерден. Мұнда жын бар, деді екіншісі. Милиция машиналарының сиренасы естіле бастады. Зере мен Қартбай бақшаның артқы жағындағы тесіктен шығып, Қартбайдың ескі москвичіне отырып, ізін суытты. Тергеушінің шешімі. Таңертең өрт сөндірілді. Үй толығымен жанып кетті. Тергеуші Ержанның ісін жүргізген келді. Ол күлдің арасынан адам сүйегін іздеді. Бірақ таппады. Керісінше ауланың шетіндегі құдықтан ыңырсыған дыбыс естіді. Қақпақты ашып қараса, түбінде Қанат жатыр. Аяғы сынған, басы жарылған, тоңған. Шығарыңдар, деп бұйырды тергеуші. Қанатты шығарғанда ол жылап жіберді. Мені қамаңдар. Түрмеге тығыңдар. Ол кемпір мені өлтіреді. Ол адам емес. Ол құбыжық. Тергеуші Қанаттың мойнындағы қанмен жазылған, Зере жазып кеткен кішкентай қағазды көрді.
Онда бұл екіншісі. Үшіншісі дайындалсын деп жазылған еді. Тергеуші басын шайқады. Ол Зере әжейдің тірі екенін және бұл істі өз қолына алғанын түсінді. Ол өз бастығына, аудандық милиция бастығына кірді. Жолдас полковник, біз араласпауымыз керек. Бұл соғыс ардагерінің жеке соғысы. Егер біз Зерені қамасақ, халық көтеріледі. Ал егер бандиттерді қорғасақ, онда біз кім болғанымыз? Полковник терезеге қарап үнсіз қалды. Ол да соғысты көрген адамның баласы еді. Істі соза тұр. Қанатты бұзақылық жасады деп қамауға ал. Қалғанын көреміз. Зереге тиіспе. Беріктің бөрі агониясы. Берік бөрі жалғыз қалды. Оның оң қолы Қанат түрмеде, әрі мүгедек болып қалды. Сол қолы Ермек ауруханада. Топтың басқа мүшелері қорқып қашып кетті. Ол өзінің зәулім үйінде қаруланып отырды. Ол енді ешкімге сенбейтін. Кемпір. 70-тегі кемпір менің империямды құлатты ма? Деп ол арақ ішіп үстелді жұдырықтады. Ол өзінің ең соңғы, ең қатыгез жоспарын құрды. Егер мен оны таба алмасам, мен оның көмекшісін табамын. Қартбай. Сол шал оған көмектесіп жүр. Берік телефонды алды. Жігіттер, Қартбай шалды алып келіңдер. Тірідей ол кемпірдің қайда екенін айтады. Берік қателесті. Ол соғыс көрген шалдардың қандай болатынын білмейтін еді. Қартбай оны күтіп отырған. Және ол жалғыз емес еді. Ауылдағы басқа да қарт аңшылар ауған соғысының ардагерлері жиналып, қарттар армиясын құрып қойған болатын. Халықтың шыдамы шегіне жеткен еді. Зеренің ерлігі оларды оятты. Енді бұл тек Зеренің емес, бүкіл ауылдың соғысы еді. Алматы облысы. 1996 жылдың желтоқсаны. Түнгі сағат 02:00. Қыс күшіне енді. Қалың қар жауып, жолдарды жауып тастаған. Аяз сүйектен өтеді. Бірақ бұл түні Қаскелең маңындағы шағын ауыл ұйықтамады. Ауада бір өзгерістің лебі сезілетін. Адамдардың көзіндегі қорқыныш сейіліп, оның орнын ашу мен намыс басқан еді. Берік бөрі қала сыртындағы зәулім үйінде жалғыз қалған қасқырдай ары-бері жүрді. Оның ең сенімді серіктері жоқ. Қанат Сұлақай түрме ауруханасында, Ермек тіссіз мүгедек болып қалды. Қалған ұсақ түйек сыбайластары зәресі ұшып қашып кеткен немесе тығылып қалған. Қартбай, деп ақырды Берік, бар бәле сол шалдан. Ол кемпірге көмектесіп жүрген сол. Егер оны ұстап алсам, Зеренің қайда екенін айтқызамын. Ол өзінің ең соңғы, ең қатыгез 4 оққағарын шақырды. Бұлар бастары істемейтін, тек күшке сенетін, есірткіге елітіп алған жас жігіттер еді. Барыңдар. Қартбайдың үйін өртеңдер. Шалды тірідей маған алып келіңдер. Егер қарсыласса, аямаңдар. Бандиттер қара джипке отырып ауылға қарай бет алды. Олар бұл түні өздерін ажал күтіп тұрғанын білмеді. Қақпан. Қартбай ақсақалдың үйі ауылдың шетінде, ескі алма бағының жанында болатын. Үй қараңғы. Тек мұржадан шыққан түтін ғана іште тіршілік бар екенін білдіреді. Бандиттер көлікті алысқа қойып жаяу келді. Қолдарында бензин, темір таяқтар және шолақ мылтықтар, обрез. Шал ұйықтап жатыр. Есікті бұзып кіреміз де, басына қап кигізіп алып кетеміз деді біреуі сыбырлап. Олар қақпадан секіріп түсті. Аула тып-тыныш. Ит үрмеді, Қартбай итін үйге кіргізіп алған еді. Бандиттер есікке жақындады. Дәл сол кезде үйдің шатырынан прожектор, трактордың фары жарқ етіп жанды. Жарық бандиттердің көзін қарықтырып жіберді. Бұл не? Ауғандықтар мен қариялар. Қаруларыңды тастаңдар. Деген қатқыл дауысы естілді. Дауыс үйдің ішінен емес, жан-жақтан, қораның төбесінен, бақшадағы алма ағаштарының арасынан шықты. Қартбай жалғыз емес еді. Зере әжей оның қауіпті екенін біліп, ауылдағы жігіттерге хабар берген болатын. Қараңғыдан 10-15 адам шықты. Олардың алдында Сәкен тұрды.
Сәкен ауған соғысының ардагері, десантшы, ауылдың сыйлы азаматы. Кеудесінде тельняшка, қолында Калашников автоматы, заңды тіркелген аңшылық нұсқасы сайга. Оның жанында ауылдың басқа да жігіттері, аңшылар, шопандар, қарапайым жұмысшылар. Қолдарында қос ауыз мылтық, айыр, күрек. Ал үйдің шатырында Қартбай ақсақал мен Зере әжей жатқан еді. Екеуінің де қолында көздеуші бар мылтық. Қимылдамаңдар, күшіктер, деді Қартбай қарлыққан дауыспен. 1942 жылы мен немістің таңдаулы жасағын тоқтатқанмын. Сендер сияқтыларды таңғы асқа жеймін. Бандиттер қоршауда қалды. Ағалар, біз жай деп күмілжіді біреуі. Жай келгендерін қолына бензин ұстамайды, деп Сәкен бандиттің қолынан ұрды. Бұл төбелес емес, жазалау болды. Ауыл жігіттері бандиттерді қарусыздандырып жерге жатқызды. Ешкімді өлтірген жоқ. Бірақ оларды қатты сабады. 90 жылдардағы ауылдың ашуы жаман еді. Олар жылдар бойы жиналған кекті осы 4 бандиттен алды. Сәкен бандиттердің басшысының құлағына сыбырлады. Ауыл оянды. Егер тағы бір рет осы маңайға жоласаңдар, милицияға тапсырмаймыз. Өзіміз соттаймыз. Дала заңмен. Түсіндің бе? Бандиттер бастарын изеп қашып кетті. Зере шатырдан түсті. Ол Сәкенге қарады. Рахмет, балам. Апа, деді Сәкен көзіне жас алып. Ержан менің досым еді. Біз кеш қалдық. Сізді қорғау біздің парызымыз. Сіз енді жалғыз емессіз. Бүкіл ауыл сізбен бірге. Беріктің жалғыздығы. Таң атты. Берік үйінде отырды. 4 оққа қары қайтып келді, таяқ жеген, қаруларынан айырылған, рухы сынған. Олар көп бөке. Бүкіл ауыл шықты. Сәкен, афганец бар. Біз енді ол жаққа бармаймыз, деді біреуі. Берік түсінді. Оның билігі бітті. Қорқыныш сейілді. Енді одан ешкім қорықпайды. Ал қорықпайтын халықты басқару мүмкін емес. Ол сейфін ашты. Ішіндегі ақшаны сөмпеге салды. Шетелге қашу керек. Қырғызстанға, одан әрі Түркияға, бірақ оның намысы жібермеді. Мен қашсам, өмір бойы қорқақ болып өтемін. Бір кемпірден жеңілдім бе? Дәл сол кезде үй телефоны шырылдады. Берік тұтқаны алды. Алло? Берік, деді ар жақтан таныс, суық дауыс. Бұл Зере еді. Кемпір, сен қайдасың? Мен сені табамын. Мені іздеме. Мен сені күтіп отырмын. Қайда? Есіңде ме, бала кезіңде сен ойнайтын ескі мәдениет үйі, клуб бар еді ғой. Ержан екеуің бір сыныпта оқыдыңдар. Сол клубтың сахнасына кел. Жалғыз кел. Еркек болсаң. Мен барамын. Сені өз қолыммен буындырамын. Зере телефонды қойды. Берік Калашников автоматын алды, оқтарамын толтырды. Ол енді ақылмен емес, ашумен әрекет етіп тұрған жаралы аң еді. Соңғы дайындық. Ауыл шетіндегі ескі кеңес үкіметінен қалған мәдениет үйі қаңырап бос тұрған. Терезелері сынған, іші қараңғы. Зере әжей осы ғимараттың ішінде еді. Ол Қартбай мен Сәкенді жібермеді. Бұл менің жеке ісім. Ержанның кегін өзім алуым керек, деді ол. Зере ғимаратты соғыс даласындай дайындады. Кіреберіс, еденге сынған әйнектер шашылған, дыбыс шығару үшін. Фойе, ескі перделердің арасына жіптер тартылған, құлату үшін. Сахна, бұл финалдық нүкте. Зере сахнаның ортасына бір орындық қойды. Орындықтың үстіне Ержанның суретін және оның қанға боялған жейдесін қойды. Өзі болса сахнаның жоғарғы жағындағы прожекторлар тұратын балконға қора жайғасты. Қолында өзінің ескі, сенімді снайперлік винтовкасы, оны Қартбай өзінің ескі қоймасынан тауып берген. Ол Берікті күтті. Бұл түн ұзақ болмақ. Бұл түн 1945 жылғы Берлиндегі соңғы шайқас сияқты шешуші түн. Милицияның үнсіздігі. Аудандық милиция бастығына хабар жетті, Берік қаруланып ескі клубқа кетті.
Полковник орынбасарына қарады. Не істейміз, жолдас полковник? Арнайы жасақ омон жіберейік пе? Полковник сағатына қарады. Жоқ, күтеміз, жолдарды жабыңдар, ешкім кіріп шықпасын. Бірақ клубқа кірмеңдер. Неге? Өйткені онда сот жүріп жатыр. Халық соты. Егер Берік тірі қалса қамаймыз. Егер өлсе, бандиттер арасындағы өзара қақтығыс деп жабамыз. Зере апаға тиіспейміз. Бұл 90 жылдардың жазылмаған заңы еді. Кейде әділдік погон таққандардың қолымен емес, қарапайым халықтың, ананың қолымен жасалатын. Кездесу. Сағат түнгі 03:00. Клубтың алдына Беріктің қара джипі келіп тоқтады. Берік көліктен түсті. Қолында автомат. Ол қорыққан жоқ, ол құтырған еді. Зере, шық бері, деп айқайлады ол ғимаратқа оқ жаудырып. Оқтар ескі қабырғаларға тиіп шаң шығарды. Жауап болмады. Тек жаңғырық. Берік ішке кірді. Сынған әйнектер етігінің астында сықырлады. Мен білемін, сен осындасың. Ол фойеге өтті. Кенеттен жоғарыдан, қараңғылықтан Зеренің дауысы естілді. Бұл дауыс микрофон немесе дауыс зорайтқышсыз ақ ғимараттың акустикасы арқылы құлаққа анық жетті. Сен Ержанды не үшін өлтірдің, Берік? Берік жан-жағына алақтап жоғарыға оқ атты. Тра-та-та-та. Ақша үшін. Ол маған бағынбады. Бұл аудан менікі. Аудан сенікі емес, деді дауыс. Аудан халықтікі. Сен жай ғана паразитті құртсың. Ал мен санитармын. Берік сахнаға қарай жүгірді. Ол жарық жанып тұрған орындықты көрді. Ержанның суреті. Қанды жейде. Бұл көрініс оның жүйкесіне тиді. Мен сенің ұлыңды қалай өлтірсем, сені де солай өлтіремін. Ол сахнаға көтерілді. Дәл сол сәтте прожектор, пушка жарқ етіп жанып Беріктің дәл бетіне түсті. Ол көзін қолымен көлеңкеледі. Көзім. Зере балконда тұрған. Оптикалық көздеуіштің крестик Беріктің оң қолына шүрпедегі курок саусағына тураланды. Зере демін ішіне тартты. Жүрек соғысы баяулады. Әлем тоқтап қалғандай болды. 1945 жылға сезім қайта оралды, Алматы облысы. Ескі мәдениет үйі. Түнгі сағат 03:15. Сахнадағы прожектордың жарығы Беріктің бөрі көзін қарықтырып, оны дәрменсіз күйге түсірді. Ол қолымен көзін көлегелеп тұрғанда, қараңғы балконнан құрғақ, қатты дыбыс естілді. Тарс. Бұл Мосин винтовкасының дауысы еді. Оқ Беріктің басына емес, жүрегіне де емес, дәл шүртпедегі курок оң қолының сұқ саусағына тиді. Саусағы жұлынып кеткен Берік жанұшыра айқайлап қолындағы Калашников автоматын жерге түсіріп алды. Қолым. Ол ауырсынудан тізерлеп қалды. Қан саулап ағып жатыр. Ол енді қару ұстай алмайтын еді. Оның ең басты күші қару мен қатыгездігі бір сәтте жоқ болды. Елестің келуі. Зере әжей балконнан асықпай түсті. Оның жүрісінде асығыстық жоқ. Қолындағы винтовканы нық ұстаған. Үстіндегі сұр плашы оны ғимараттың шаңы мен көлеңкесіне ұқсатып тұрды. Берік басын көтеріп, өзіне жақындап келе жатқан адамды көрді. Ол көзіне сенбеді. Қарсы алдында базарда шұлық сатып отыратын, белі бүкірейген кемпір емес, нағыз жауынгер тұр еді. Зеренің белі тік, көзқарасы суық, жүзінде аяушылықтың ізі де жоқ. Сен, деді Берік ыңырсып. Сен бе? Кемпір. Мен сенің ажалыңмын, деді Зере, оның дауысы бос ғимараттың ішінде жаңғырып естілді. Тұр орныңнан. Берік орнынан тұруға тырысты. Ол сау қолымен беліндегі пышағына ұмтылды. Тарс. Екінші оқ. Бұл жолы Беріктің сол аяғының тізесіне тиді. Берік етпетінен құлады. Ол енді жүре алмайтын, қаша алмайтын жаралы аңға айналды. Халық соты. Зере оған жақындады. Енді олардың арасы 2 метр еді. Мен саған мүмкіндік бердім, Берік, деді Зере, сен кетіп қалуың керек еді. Бірақ сен менің үйімді өртедің. Достарымды өлтіргің келді. Сен шектен шықтың. Менде ақша бар.
деп айқайлады Берік жерде жатып. Бәрін беремін. $, алтын. Шетелге кетіп қал. Тек мені өлтірме. Зере мырс етіп күлді. Ақша? Сенің ақшаң менің ержанымды тірілте алама. Сенің ақшаң менің жастығымды, тыныштығымды қайтарама. Мен білмедім. Ол сенің ұлың екенін білмедім, білмеу жауапкершіліктен құтқармайды. Сен мыңдаған ананың көз жасына қалдың. Бүгін мен сол аналардың атынан үкім шығарамын. Зере винтовканы иығына салды да беліндегі тапаншасын суырды. Бұл оның соғыстағы серігі. Ол жақындап келіп тапаншаны Беріктің маңдайына тақады. Қорықпа, деді Зере, бұл тез болады. Мен сен сияқты қинамаймын. Мен солдатпын, қарақшы емеспін. Берік жылап жіберді. Бүкіл ауданды тітіркендірген бөрі өмірінің соңғы сәтінде қорқақ күшікке айналды. Апа, кешір. Құдай кешірсін. Тарс. Бір ғана оқ. Беріктің денесі сұлқ түсті. Зал тынышталды. Зере тапаншасын төмен түсірді. Ол жеңілдеген жоқ, бірақ мойнындағы ауыр жүк түскендей болды. Ол Ержанның суретіне қарады. Ұйықтай бер, балам. Қасқыр өлді. Отпен тазалау. Зымырандай зулаған уақыт. Милиция машиналарының сиренасы жақындап қалды. Зере әжей ізін жасыруы керек. Ол алдын ала дайындап қойған канистрлерді ашты. Сахнаға, Беріктің денесіне, ескі перделерге бензин шашты. Бұл өрт тек ізді жасыру емес, бұл ескі заманның, зұлымдықтың, қорқыныштың жанып кетуінің символы еді. Ол шырпыны жақты да пердеге лақтырды. Лап, құрғақ матамен ескі ағаш бірден тұтанды. Өрт тез тарады. Зере артқы есікке қарай беттеді. Шығар алдында ол соңғы рет артына бұрылды. Сахна отқа оранған. Бөрінің денесі жалындап жатыр. Қартбайдың көмегі. Артқы есікте оны Қартбай күтіп тұр еді. Ескі Москвичтің моторы іске қосулы. Бітті ме? Деп сұрады Қартбай қысқа ғана. Зере басын изеді. Оның түрі шаршаңқы, үсті басы күйі. Кеттік, Қартбай. Тез. Олар ауылдың қараңғы көшелерімен зымырап кетті. Артында лаулап жанып жатқан мәдениет үйі қалды. Оның жарығы бүкіл ауылға көрініп тұрды. Милиция және өрт сөндірушілер. 10 минуттан соң ғимаратты милиция мен өрт сөндірушілер қоршап алды. Бірақ кеш еді. Ескі ғимарат толығымен жанып кетті. Шатыры ортасына құлады. Ешкімді құтқару мүмкін емес еді. Таңертең өрт орны. Тергеуші және аудандық милиция бастығы күлдің арасында жүр. Олар адам сүйектерін тапты. Және жанында жатқан Калашников автоматының қалдығын. Бұл Берік, деді бастық. Тістерінен алтын тістері бар еді, таныдық. Тергеуші жерден бір нәрсені еңкейіп алды. Бұл Мосин винтовкасының гильзасы еді. 1943 жылы шығарылған. Ол гильзаны алақанына қысты да бастығына көрсетпеді. Не таптың? Деп сұрады полковник. Ештеңе, жолдас полковник. Жай ғана темір терсек. Есебіңде не деп жазасың? Тергеуші түтіндеп жатқан үйіндіге қарады. Қылмыстық топтар арасындағы жанжал. Абайсызда шыққан өрт. Берік Сапаров және оның сыбайластары қаза тапты деп жазамын. Полковник басын изеді. Дұрыс, Зере апа туралы бір сөз болмасын. Ол кісі қазір ауруханада, жүрегі ауырып жатыр деп естідім. Түнімен палатадан шықпаған шығар. Әрине, шықпаған. Дәрігерлер растайды. Бұл үнсіз келісім еді. Милицияда, халықта Зеренің не істегенін білді, бірақ ешкім оны ұстап бергісі келмеді. Себебі ол заң істей алмаған нәрсені істеді, ауылды тазалады. Ауылдың тынысы. Ертесіне ауылда тыныштық орнады. Нағыз тыныштық. Берік жоқ. Қанат түрмеде. Ермек мүгедек. Қалған ұсақ бандиттер қашып кетті. Дүкендер қайта ашылды. Адамдар көшеге қорықпай шыға бастады. Базарда саудагерлер кіршаға ақша төлеуді тоқтатты. Зере әжей өз үйінде, жартылай жанған үйінде емес, Қартбайдың үйінде уақытша тұрып жатқан терезеден сыртқа қарап отырды.
Ол қаруларын қайтадан байлап шүберекке орады. Оларды қайтадан сандықтың түбіне жасырды. Енді бұлар керек болмайды деп үміттенемін, деді ол. Бірақ оқиға мұнымен біткен жоқ еді. Аудан орталығынан облыстық прокуратураның арнайы тергеушісі келді. Ол жас, принципшіл жігіт еді. Ол бөрінің ісін қайта қозғап, кінәліні тапқысы келді. Ол Зереден күдіктенді. Бұл соңғы сынақ еді. Зере түрмеге отыра ма, әлде халық оны қорғап қала ма? Алматы облысы, Қаскелең ауданы. 1996 жылдың желтоқсан айының соңы. Берік бөрі пен оның бандиттік тобының жойылғанына бір апта өтті. Ауыл үстіндегі қорқыныш тұманы сейіліп, адамдар еркін тыныстай бастаған еді. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа созылмады. Өртенген мәдениет үйінің орнындағы күл әлі сумай жатып, ауданға Алматыдан арнайы тергеу тобы келді. Бұл топты Қайсар есімді жас, өркөкірек, принципшіл аға тергеуші басқарып келді. Ол бөрінің өлімін жай ғана бандиттер арасындағы қақтығыс деп жабуға келіспеді. Оған жоғарыдан бұйрық түскен. Аймақтағы заңсыз қарулы топтарды тазалау және өзіну. Қайсар іске қатты кірісті. Ол аудандық милиция бастығының есебін оқып шығып, үстелді ұрды. «Жолдас полковник, сіз мені ақымақ деп ойлайсыз ба?» деді ол көзілдірігін түзеп. Қартбай деген ақсақалдың үйіне шабуыл жасалады. Ертеңіне мәдениет үйі өртенеді, ішінен Беріктің сүйегі табылады. Ал сіз маған кездейсоқ өрт дейсіз бе? Бұл кәсіби түрде жоспарланған операция. Полковник үндемеді. Ол не дерін білмеді. Мен архивті көтердім, деді Қайсар сұқ саусағын шошайтып. Зере Қасымқызы, снайпер барлаушы, оның ұлы Ержан жақында өлтірілген. Мотив бар. Қабілет бар. Қаруды да табамыз. Ол 70-тегі кемпір ғой, Қайсар деп ақталмақ болды полковник. Заң алдында бәрі бірдей. Мен оны қамаймын. Егер біз қазір тоқтатпасақ, ертең әркім қолына қару алып, көшеде сот жүргізе бастайды. Шақыру қағазы. Түскі уақыт. Зере әжей уақытша паналап отырған Қартбайдың үйіне полицияның УАЗ көлігі келді. Ішінен 2 офицер түсті.